Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгінгі видеода біз сіздермен Kill Bill деген музыкаға, яғни қате оқысам ренжімеңіздер, сол музыканы укулелемен үйренетін боламыз. Маған көптеген адамдар жазып кетті, қазақша музыкадан бөлек ағылшынша да музыкаларға разбор жасашы деген сияқты. Бүгін біз сіздердің сөздеріңізді қолға алып, осы музыкаға разбор жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Кейбір адамдар бұл музыканы білмейтін шығар, кейбір адамдар білу керек. TikTok көретін болсаңыздар, бұл музыка TikTokта хит, яғни мына музыканы білсеңіз, дәл осы видеоны түсіне түстіңіз. Ендеше біз аккордтарын үйреніп бастайық. Ең бірінші аккорд бізде ДМ аккорды. Ол бізде бірінші ладтың екінші струнасы, екінші ладтың үшінші және де төртінші струналар соғады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Екінші аккорд бізде G аккорды. Ол бізде екінші ладтың үшінші және де бірінші струналары, үшінші ладтың екінші струнасы соғады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Үшінші аккорд бізде ең жеңіл аккорд. Ол бізде үшінші ладтың бірінші струнасы соғады, яғни G аккорды. Төртінші аккорд бізде А аккорды. Ол бірінші ладтың үшінші струнасы, екінші ладтың төртінші струнасы соғады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай музыканың аккордтары өте жеңіл, үйренуге тұрарлықтай жеңіл аккордтар. Енді келесі кезекте бізде қағысы, яғни бой, бізде қағысы былай болады. Бізде қағысы төмен жоғары глушка, жоғары, сосын кішкене кідіреміз да, тағы глушка. Яғни бізде тартылуы былай болады. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай аккорды да, қағысы да өте жеңіл былайша қарағанда. Үйреніп кішкене талпынсаңыздар, 1-2 күнде үйреніп алуға болады былайша. Енді кезекте біз сіздерге бұл музыканың қалай айтылатынын өзім даусыммен көрсетемін. Сразу айтайын, мен ағылшыншам ондай күшті емес, профессиональный емес енді. Бірақ барынша тартып көрсетемін. Ендеше кеттік. Like you best I did. His neck off his legs out. I can't. I still love you now. I didn't think Мінекей достар, біз Kill Bill музыкасын толықтай үйрендік, аккордында, қағысында. Сіздерге дұрыстап үйренуге кеңес беремін, өйткені бұл ондай оңай музыкалар емес, осының алдындағыдай. Бірақтан да үйренуге тұрарлықтай музыка. Ендеше достар, осы видео ұнаса сіздер лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Ендеше қош, сау болыңыздар.